Саламатсыздармы? Мен бүгін духовкада тауықтың қанатынан өте дәмді түскі ас дайындап көрсетемін. Бірінші тұзды сумен жақсылап жуып алдым. Сосын осындай керек емес қанаттың ұштарын бәрін кесіп аламыз. Үйіңізде бар тауық етіне арналған ұнтақ бұрыштардан 1-2 түрінен салсаңыз болады. Мен осындай 3 түрінен салдым. Үстіне 1 қасық тұз салдым. Осыны жақсылап араластырамыз. Мен 3-4 картошканы тазалап алдым. Ортасынан бір бөліп ірі етіп тураймыз. 1 помидорды, оны да 4-ке бөліп тураймыз. 1 пиязымыздың ортасынан бөлеміз. Болгарский бұрыш болса, 1 болгарский салсаңыз болады. Үстіне тұз, жаңағы ұнтақ бұрышымыздан салып, жақсылап араластырып, бетін 5 минутқа жауып қоямыз. Бес минут тұрды. Енді осыларды духовкаға арналған пакетімізге саламыз. Менде үйде 1 пакет қалған екен. Бәрін 1 пакетке саламын. Сіздерде бөлек пісіремін десеңіз, 2 пакетке екеуін бөлек-бөлек салсаңыздар да болады. Бәрін салып дайындап алдым. Енді осыны 200 градуста қызып тұрған духовкамызға 40-45 минутқа пісіріп аламыз. Міне түскі асымыз пісті. Өте дәмді, әрі жұмсақ болып пісті. Сіздер де менімен бірге жасап көрсеңіздер болады. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыз.